Армысыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен қызықты әңгімелерді оқып, баяндап отырамын. Асылым мен Жандос алғаш рет студент кезінде танысты. Екеуі де бір университетте, бірақ әртүрлі факультетте оқитын. Асылым филология факультетінде, ал Жандос экономика саласында білім алып жүрген болатын. Ол кезде екеуі бір-біріне танымаса да, тағдырдың тоғыстыруы күтпеген жерден орын алды. Күздің әдемі бір күні университеттің ауласында дос қызымен әңгімелесіп тұрған Асылымға Жандос назар аударды. Ол бойжеткеннің жайдары мінезі мен күлімсіреген көздері бірден көзге түскен еді. Әрі-бері жүріп, досының жанынан еріп жүрген ол, ақыры жігерін жинап, қызға жақындап танысуға бел буды. «Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, біз жерде кездестік пе?» деп Жандос әзіл аралас сұрақ қойды. Ол қыздың бірден назарын аудару үшін ерекше бір әңгіме бастағысы келді. Асылым жігіттің тікелей келген батылдығына таңырқап, күлімсірей қарады. «Жоқ, кездескен жоқпыз деп ойлаймын, бірақ енді танысып тұрмыз ғой», деді ол сыпайы түрде жауап беріп. «Мен Жандоспын, экономика факультетінде оқимын, ал сіз ше?» деп сұрасты Жандос, әңгімені әрі қарай жалғастыруға тырысып. «Асылыммын, филологияда оқимын», деді ол қысқа ғана, бірақ жылы жауаппен. Осылайша алғашқы таныстық, алғашқы әңгімесі қарапайым болғанмен, Жандос үшін бұл кездесу ерекше болды. Ол қыздың жан-жақты екеніне көз жеткізгісі келді. Бір-екі күн өткен соң Жандос Асылымды кездейсоқ тағы көріп, университеттің кафесіне кофе ішуге шақырды. Бастапқыда сәл қысылғанмен, Асылым да шақыруды қабыл алып, келісімін берді. Кафеде отырған кезде әңгіме өзінен өзі ағыла кетті. Асылым әдебиетке деген қызығушылығы туралы айтып, сүйікті кітаптары мен оқыған шығармаларын бөлісті. Жандос та экономикадағы қызық оқиғаларын айтып, өз армандары жайлы әңгімелеп берді. Бір қызығы, екеуінің де мінезі де, дүниетанымы да ұқсас болып шықты. Екі жастың арасына біртіндеп шынайы жақындық орнап келе жатқанын екеуі де аңғарды. Бірнеше апта өткенде екеуі достар ретінде жиі кездесіп жүрді. Жандос Асылымның ашықтығы мен даналығын, ал Асылым Жандостың жауапкершілігі мен мейірімділігін бағалай бастады. Олардың арасындағы достық сезімі махаббатқа ұласып, бір күні Жандос жүрегіндегі сырын ашуға бел буды. «Асылым, сенімен көптен бері сөйлесіп жүрмін. Сен өте ерекше адамсың. Менің саған деген сезімім достықтан асып кетті. Сенің жаныңда болғанымда өзімді бақытты сезінемін. Мен сені ұнатып қалдым», деді Жандос бір кеште екеуі бірге серуендеп жүргенде. Асылым сәл қысыла күлімсіреп, оның қолын ақырын ұстап, «Мен де саған босқа уақытымды бөлген жоқпын. Сен маған ұнайсың», деп жауап берді. Осылайша екеуінің арасындағы махаббат басталды. Жандос пен Асылымның қарым-қатынасы біртіндеп тереңдей түсті. Олар бір-бірінің жанынан қолдау тауып, болашаққа деген үмітпен бірге қадам басты. Асылым мен Жандос бірнеше жыл бойы кездесіп, ақыры үйленуге шешім қабылдады. Екеуінің сезімі нығайып, бір-бірін жақсы түсінгендіктен бұл қадамды көп ойланбай-ақ жасады. Жандос пен анасына қызды таныстырған кезде әкесі мен анасы баласының шешіміне қарсы шықпады. Бірақ Жаңыл апаның жүрегінде күмән тудырған еді. Той күні жақындаған сайын дайындық қызу жүріп жатты. Асылымның да, Жандостың да туыстары, достары осы қуанышты сәтке барынша атсалысты. Бірақ Жаңыл апа келінінің төркініне көңілі толмайтынын іштей білдіріп жүрді.
ол алғаш асылымның ата-анасымен танысқан кезде-ақ оларды жақтырмаған болатын. Себебі қыздың отбасы, тұрмысы қарапайым, орта шаруа адамдар еді. Жаңыл апа болса, баласы беделді, отбасында құда түседі деп ойлаған. Той күні де сол көңілсіздік жалғасып, Жаңыл апа сыр бермесе де іштей риза емес екенін білдірді. Асылымның ата-анасы салт-дәстүрге сай бәрін дайындап, құдалыққа лайық сый-сияпатын жасағанымен Жаңыл апа өз сынын тоқтатпады. Той дастарханында өз туыстарымен отырып, көзінің астымен келіннің туыстарын бақылап отырды. Әр сөздеріне, іс-әрекеттеріне сын көзбен қарап, ұлына лайықты отбасы емес деген ойға берілді. Той үстінде Асылымның әкесі құдасына сөз сөйлеп, біз Жандос пен Асылымды бақытты болсын деп барымызды салып отырмыз. Біздің қызымыз тәрбиелі, ақылды, осы шаңырақтың берекесін арттырады деп сенеміз деген кезде Жаңыл апа көңілсіз күлімсіреп, үнсіз ғана бас изеді. Жандостың әкесі Жаңыл апаның көңіл-күйін сезіп, ақырын ғана сыбырлады. Жаңыл, неге көңілсізсің? Бәрі ойдағыдай өтіп жатыр ғой. Балаларымыздың бақыты үшін қуанышымызды бөліспейміз бе? Бірақ Жаңыл апа ауыр күрсініп, білмеймін, баламның таңдауы дұрыс па деп ойлаймын. Қыздың төркіні тым қарапайым, біздің әулетке лайық емес деп санаймын. Сен өзің қарашы, құдалардың киімдері мен сөйлеу мәнері де ерекше емес. Осындай отбасының қызына сенім арту қиын деп ойын ашық айтты. Осы кезде Жандос анасы байқап қалып оған жақындап, «Мама, не болып жатыр? Неге сонша көңілсізсің? Бүгін тойымыз ғой, бізге қолдау көрсетіңізші» деп сұрады. Жаңыл апа ұлына бір қарап, бірдеңе айта жаздап, бірақ тоқтады. Жандос, сен бақытты болсаң болды, бірақ мен өзімнен күмәнімді айта алмай отырмын. Уақыт көрсетер бәлкім, қателесермін. Бірақ келіннің төркіні туралы ойым өзгермей тұр деді анасы суық үнмен. Жандос анасының көңілін түсінсе де, оған қарсы тұра алмай, ауыр үнсіздікпен келісе кетті. Бұл сәтте Асылым өз тойында болғанына қуанып тұрса да, енесінің көзқарасын сезіп, іштей қобалжи бастады. Оның төркіні барын салып, құдалықты лайықты өткізіп жатыр. Бірақ Жаңыл апаның көңілін табу оңай болмады. Той өз ретімен өтті. Ән, жыр, ойын, күлкі, салт-дәстүрлер орындалды. Жұрт жастарға ақ жол тілеп, ұзақ өмір, татулық тіледі. Асылым мен Жандос шынайы махаббатпен бір-біріне қарап, өздерінің жаңа өмірге қадам басқандарына қуанды. Бірақ Асылым енесінің өз отбасына деген суық көзқарасын байқады және бұл тойдан кейінгі өмірінде оңай соқпайтынын түсіне бастады. Келін болып түскеннен бері Асылымның өмірі күрт өзгерді. Жаңа үйге бейімделу оңай болмады. Әсіресе енесі Жаңыл апа қазір мінезді болғандықтан әуелде Жаңыл апа келініне жылы қабақ танытқандай көрінді. Бірақ уақыт өте келе оның мүлде басқа қыры ашыла бастады. Жаңыл апа үйде бәрін өз тәртібімен жүргізетін адам еді. Келінінің әр қимылы назарында, әр ісі тексерілді. Таңертең тұра салып, келініне бір мін табу оның әдеті болатын. Келіннің дайындаған тамағы қанша дәмді болса да, Жаңыл апа әрқашан бір кінә тауып, етті жақсылап пісірмепсің, қатты болып қалған деп басын шайқайтын. Келін шай құйғанда да, қонақтарға ас бергенде де енесі бір нәрсені сынға алып, барынша қазбалауға тырысатын. Сен дұрыс төсек жинамайсың,
біздің ауылда төсекті басқаша жаяды деп енесі келініне қатаң ескертулерін айтып жүретін. Келін болса оны тыңдап, барынша тыныштық сақтауға тырысатын. Асылымның мақсаты енесінің көңілінен шығу, күйеуінің отбасына лайықты келін болу еді. Алайда жаңыл апа қанағат табар емес. Бір күні Асылым шаршап, енесінің үнемі айтатын сындарын жүрегіне жақын қабылдай бастады. Бірақ көңілі толмайтын кейпі келінге ауыр тиетін. Бірақ Асылым ақылды, сабырлы келін еді. Енесінің талаптарын орындауға тырысты, бірақ ішінен үнемі сабырлықтың да шегі бар екенін сезетін. Келінім, үйдің шаруасын жақсы істейсің, бірақ шерай түсуің керек. Осы үйдің тірлігін өз балаңдай қара деп жаңыл апа тағы бір ескерту жасағанда Асылым үнсіз бас изеді. Уақыт өте келе Асылым мен енесінің мінезі жақсы түсіне бастады. Енесі оның шек көргеннен емес, өз ұрпағына, шаңырағына деген қамқорлығынан осылай қазымыр болып жүргенін аңғарды. Жаңыл апа да бір кезде жас келін болған. Ол мінез сонау уақыттан қалыптасқан тәрбие көрінісі еді. Келін сабырмен, ене өмірлік тәжірибесімен ақырында бір-бірін түсініп, үй ішінде тыныштық орнай бастады. Асылым енесінің қаталдығына көндігуге үйренгендей болды. Бірақ бір сәтте оның сабыры таусылып кетердей көрінді. Жаңыл апа күн сайын жаңа бір ескерту жасап, келініне қысым көрсетуді тоқтатпайтын. Қанша тырысқанмен көңілі толмайтын әдетін жалғастыра берді. Бір күні қонақ шақырылды. Үйге жақын туыстар мен көршілер келетін болған соң Асылым барын салып дайындалды. Ол дастарханды әдемілеп жайып, әр тағамды мұқият пісірді. Шайды да қоңыр, еттің піскенінен иіс бұрқырап тұрды. Қонақтар келіп бәрі жайғасқан кезде Асылым оларға шай құйып, дастарханға ас қойды. Жаңыл апа қонақтардың алдында келініне күлімсіреп қарағандай болды, бірақ көзінен сын көзқарас тағы байқалды. Тамақтанып отырып, Жаңыл апа кенет даусы қатқылдана түсіп, "Бұл етті тағы да қатты пісіріп жібергенсің, бұрынғыдай емес, жұмсақ болу керек еді" деп қонақтардың алдында келініне ескерту жасады. Үстел басында отырған сәл абыржып қалды. Асылым қысылып ішінен қай жерін тағы дұрыс істемедім деп ойлады. Бірақ сыр бермей үнсіз бас изеп қоя салды. Қонақтар кете салысымен Жаңыл апа тағы келініне жақындап, "Қонақтарға құрмет деген сенің жасаған тамағыңнан көріну керек. Жай тамақ дайындап қоюмен болмайды. Ұсақ-түйекке дейін көңіл бөлуің керек. Сенің әр ісіңді жұрт қарайды, соны ұмытпа" деп қазымырлығын жалғастырды. Асылым шаршағанын сезді. Ол көп күш салып, бәрін ойдағыдай жасадым деп ойлаған, бірақ енесі оны мүлдем бағаламайтын көрінді. Жаңыл апаның келініне осылайша қатаң талап қоюы оның тәрбиесі мен өмір сүру салтынан қалыптасқан еді. Ол келінінің әрбір ісіне сын көзбен қарап, еш қателіксіз, мінсіз болуын талап ететін. Бұл жерде де өз қатесін сезу Жаңыл апа үшін әлі ерте еді. Оның ойынша өзі тек дұрыс жолды көрсетіп жүр, ал келін әрдайым тыңдау керек. Келін мен ененің арасында күн өткен сайын салқындай бастағандай көрінді. Асылым енесінің талабынан шаршаған, бірақ оны түсініп, шыдамдылық танытудан басқа амалы жоқ еді. Ал Жаңыл апа болса, келінінің әлі де тәрбиелей түсу керек деп есептейтін. Ол өзі қателесіп жатырмын деп ойламайтын, керісінше келінінің де үйренетінін көп деп ойлайтын. Бірақ ішінен бұлай Асылым
бұлай жалғаса берсе мен қалай шыдаймын деп ойланып қалды. Тыныштықты сақтап жүргенмен ішкі күйзелісі күшейіп, енді бұл жағдайдың қалай өзгеретініне алаңдай бастады. Күндер өте келе Жаңыл апаның келініне деген реніші күшейе түсті. Оның әрбір қадамын бақылап, сын айтып жүрген ене уақыт өте келе келініне шыдамы таусылып, ұлы Жандосқа шағым айта бастады. Бір күні Жандос жұмыстан келгенде енесі оны жеке шақырып алып, ашулы үнмен әңгіме қозғады. «Балам, мен саған айтпай жүр едім, енді бұлай болмайды. Сенің қатының дұрыс болмай тұр. Үйдің шаруасына қырсыз, мен айтқанды тыңдамайды, еш нәрсені дұрыс істей алмайды», деді. Жаңыл апа ашуын жасыра алмай сөйледі. Жандос бұл әңгімеге таңданып қалды. Ол әлі күнге дейін анасы мен әйелінің арасына көп араласқан емес, бірақ бүгінгі сөздері оны ойландырып қойды. «Не болып қалды, мама? Асылымнан неге ренжіп тұрсыз?» деп Жандос сабырлы түрде сұрады. Жаңыл апа осыны күткендей: «Не ренжімейін, қарашы, осы уақытқа дейін бір ісін дұрыстап істеген жоқ. Үйге қонақ келсе дастарханды оңдырмайды, тамақты дұрыс пісірмейді. Мен шаршап келгем, маған қамқорлық танытпайды. Сендер не білесіңдер, бірақ осы үйдің тәртібі мен бекіттім. Мен осында бәрін жүргізіп отырмын. Сенің қатының болса да әлі де үйдің ісіне қырсыз. Менен бір нәрсе үйренбейді, тыңдағысы келмейді», деп енесі келінін толық кінәлі етіп шығарды. Жандос анасының ашуын түсінсе де іштей әйелін ақтағысы келіп тұрды. Ол асылымның бәрін жасауға тырысатынын білетін, бірақ анасының айтқан сөздерін елемей қоя алмады. «Мама, сіз қатты ренжіп жатқан жоқсыз ба? Асылым жақсы әйел, бәрін өзіңіз үйретіп жатырсыз ғой. Уақыт өте келе үйреніп кетеді», деп ол анасының көңілін баспақшы болды. Бірақ Жаңыл апа бұл сөзге қанағаттанбады. Керісінше ұлының өз жағына шықпағына ренжіп, дауыс көтере түсті. «Сен не, мені тыңдамайсың ба? Қатыныңды жақтап тұрғаныңды қарашы. Мен саған жақсылық тілеп тұрмын, ал сен әйелің сенің өміріңді оңдырмайды. Тәрбиесіз келін болады деп ойлаған жоқ едім, бірақ мына түрімен сендерді де шаршатып бітеді». Жандос үнсіз қалды. Ол анасының пікіріне қарсы шығудан қорықты, себебі Жаңыл апа ешқашан жеңілмейтін адам еді. Бірақ әйелі туралы мұндай сөздерді есту оған ауыр тиді. Жандос анасының сөзіне ойланып, кешке үйге келісімен Асылыммен сөйлеспек болды. Ол әйелінің жайдары мінезін білсе де, бұл әңгімені бастау оңай емес еді. Екеуі кешкі асты ішіп болған соң, Жандос аздап үнсіз отырды да бір сәтте сөз бастады. «Асылым, бір нәрсе айтқым келеді, бірақ сен дұрыс түсінсең екен», деп ол сабырлы дауыспен. Асылым күйеуінің не айтарын сезгендей болды. Соңғы күндері Жандос анасының көңілсіз екенін байқаса керек. «Иә, не болды? Айта бер, тыңдаймын», деп Асылым күлімсіреп жауап берді. Бірақ оның да ішінде енесінің көңілінен шығу оңай емес екенін сезіп жүргені анық еді. Жандос терең тыныс алып сөзін жалғастырды. «Асылым, анам сенің кейбір істеріңе риза болмай жүр. Ол кісі көпті көрген, бәрін өз жолымен жасағысы келеді. Сенің тырысып жүргеніңді білемін, бірақ анамның айтқандарына көбірек құлақ асқан дұрыс сияқты. Ол кейде қатал болып көрінуі мүмкін, бірақ жамандығын ойламайды. Анамның көңілін табу оңай емес, бірақ оның талабына көнсең, бәрі де жақсарады». Асылым бұл сөздерді естіп, жүрегіне ауыр тиді. Ол ұзақ уақыт бойы енесінің барлық ескертуіне шыдап келді. Ал енді күйеуі де анасын тыңда деп отыр.
Ол өзін түсінбеушілікке ұшырағандай сезінді. Жандос, мен барынша тырысып жүрмін. Анаңның айтқандарын орындап келемін. Бірақ кейде не істесем де көңілімнен шықпайтын секілдімін. Мен тағы не істей аламын деп көңілі түсіп жауап берді. Жандос әйелінің көңілін түскенін бірден байқады, бірақ жағдайды жұмсартуға тырысып, мен сенен көп нәрсе сұрап тұрған жоқпын. Тек анамды ренжітпеуге тырыс. Кейде шыдам керек. Уақыт өте келе ол да саған үйреніп, сенің еңбегіңді бағалайды. Сендер екеуің де маңызды адамсыңдар мен үшін. Сол үшін бұл кикілжіңді ұшықтырмауға тырысайық деп оның қолын алды. Асылым бұл сөздерге үнсіз келісті, бірақ ішкі күйзеліске күшейіп бара жатты. Енесінің көңілінен шығу оңай емес екенін жақсы білетін, енді күйеуінің де оған қосылып анасының айтқанын тыңдауды сұрауы оны тығырыққа тірегендей болды. Асылым мен Жандос үйленгеннен кейін 3 айдай уақыт өткенде Асылымның аяғы ауыр болды. Бұл жаңалықты естігенде Жандос қатты қуанып, болашақ әке атанатынына көңілі көтерілді. Ал Асылым болса, бір жағынан қуанышқа бөленсе, екінші жағынан енесі Жаңыл апаның оған қалай қарайтынын ойлап уайымдай бастады. Себебі бұрыннан-ақ енесі оның әрбір ісін сынап, үй шаруасына аямай жұмсап жүрген еді. Асылым жүктіліктің алғашқы айларында өзін жақсы сезінгенімен, уақыт өте келе әлсіреп, жиі шаршай бастады. Бірақ бұл Жаңыл апаның оған деген қарым-қатынасын өзгертпеді. Келіннің аяғы ауыр екенін біле тұра, ол ешқандай жеңілдік бермей, оны күнделікті шаруалармен аямай шаршатты. Асылым таңертең ерте тұрып, үйді жинап, тамақ әзірлеп, шаруаларға кіріссе, Жаңыл апа келіп тағы да ескерту жасайтын. Қарашы, Асылым, еденді дұрыс жумапсың, жүкті екенсің деп үйді қалай болса солай қалдыруға болмайды. Әйел адам қандай жағдайда болмасын, үйдің тазалығына жауапты деп енесі қайта-қайта сынап отырды. Асылым ішінен ренжігенімен сыр бермеуге тырысты. Ол өзінің кінәлі сезініп, енесінің талаптарын орындауға тырысатын. Бірақ шаршауы күннен күнге күшейіп бара жатты. Бір күні таңертең енесі оны тағы да шақырып, келін, бүгін қонақтар келеді. Үлкен дастархан жайып, бәрін дайындау керек. Мен базарға барып келемін. Сен осы аралықта үйді толық ретке келтір деп тапсырма берді. Асылым бұл тапсырманы естігенде іштей шаршап тұрса да дау айтпады. Ол ас үйге кіріп тамақ әзірлей бастады. Аяғы ауыр болғандықтан әр қимылы баяулап, кейде белі ауырғандай болды. Бірақ ол өзін тоқтатпады, себебі енесінің қатаң талаптарына үйреніп қалған еді. Түс ауа Жаңыл апа үйге қайтып келгенде Асылым әлі дастархан әзірлеп жатқан болатын. Ол біраз уақыт отырып, келіннің жұмысына сын көзбен қарап тұрды да, қонақтарға тамақ әлі дайын болмағаны қалай? Көбірек шапшаңдау керек қой, аяғың ауыр деп бәрін баяу істеу жарамайды. Ана болу оңай емес, соған дайын болуың керек деп қатқыл үнмен ескерту жасады. Асылым енесінің сөзін үнсіз қабылдап, жұмысын әрі қарай жалғастырды. Ол өзінің әлсірегенін сезгенмен енесінің қолдауын күтпеді. Жаңыл апа үшін келіннің аяғы ауыр екені тек бір сылтау ғана сияқты еді. Ол үшін үйдің шаруасы мен тәртібі бәрінен маңызды болып көрінетін. Кейін кешкісін Жандос үйге келгенде Асылым шаршаған күйі диванда отыр еді. Жандос оның түрін көріп алаңдап қалды. Асылым, бәрі жақсы ма? Неге шаршап отырсың деп сұрады. Асылым сәл күрсініп,
бәрі жақсы, тек шаршап кеттім. Үйдегі жұмыстарды бітіріп үлгеру қиын болып бара жатыр деп жауап берді. Жандос оның аяғы ауыр екенін түсініп, қолынан келгенше көмектескісі келсе де, анасының қатал талаптарына қарсы шыға алмай, бұл жағдайдың жалғасып келе жатқанын көріп жүрді. Асылымның жүктілігіне қарамастан, енесі оны аямай жұмсамайтынын біле тұра, ол да өз анасына қарсы сөз айтудан қорқатын. Асылымның ай-күні жақындап толғақ басталған кезде Жандос пен оның отбасы қатты уайымға түсті. Жандос Асылымды дереу ауруханаға барды. Асылымның толғағы ауыр болса да, барынша шыдап, өз баласын аман-есен дүниеге әкелуді армандады. Бірнеше сағаттан кейін көптен күткен сәт келіп, Асылым мен Жандостың тұңғыш баласы дүниеге келді. Ол сүйкімді ұл бала еді. Жандос аурухананың есігінен шығып, анасымен бөліскенде Жаңыл апа қатты қуанды. Немересінің өмірге келгенін естігенде оның жүзіндегі қатаңдық жоғалып, көздері қуанышпен жарқырады. Жаңыл апа немересін көргенде мейіріммен құшағына алып, жүзі жылып сала берді. Мына бала нағыз батыр болыпты, біздің әулеттің жалғасы осы ғой деп, немересін мақтан тұтып, жан-жағына күлімсірей қарады. Жандос та, Асылым да бір сәтке енесінің өзгергенін байқағандай болды. Ауруханадан шыққан соң Жаңыл апа немересін күнде құшағына алып, ойнатып, оған көңіл бөлді. Үйге келген туыстарға немересін көрсетіп, өзінің үлкен әже атанғанын мақтанышпен айтып жүрді. Алайда уақыт өте келе, Асылым енесінің өзіне деген қарым-қатынасын өзгермегенін түсінді. Жаңыл апа немересін жақсы көргенімен, Асылымға деген көзқарасы баяғыша суық қалпында қалды. Ол әлі де келініне сыни көзқараспен қарап, оның жасаған істеріне көңілі толмай жүрді. Немересін күтіп жүргенде Жаңыл апа келініне: «Баланы дұрыс ұстамайсың, қарашы, қалай жүргектегенсің, жаңа босандың деп бәрін дұрыс істемеуге сылтау болмауы керек» деп ескертулерін аямайтын. Асылым енесінің немересін жақсы көретінін біліп, оны қолдайтынына риза болды. Бірақ өзінің оған деген көзқарасы өзгермейтінін шаршатты. Ол өзін жалғыз сезінгенмен сабырлы қалпын сақтап, енесінің сынына төзіп жүрді. Енесінің мейірімі тек немересіне ғана арналатынын іштей сезсе де, Асылым бар күшін баласына беруге тырысты. Күндердің бір күні Жаңыл апа кенеттен қатты ауырып қалды. Басында өз ауырын жеңіл деп ойлап мән бермегенмен, уақыт өте келе жағдайы нашарлап төсек тартып жатуға мәжбүр болды. Үйде барлығы уайымға түсті. Әсіресе Жандос анасын көріп қатты алаңдады. Ол дәрігерлерді шақырып, қолынан келгенін істеп бақты. Бірақ Жаңыл апаның күтімі мен қамқорлығын қажет ететінін анық сезінді. Осы сәтте Асылым еш ойланбастан енесіне қарайласуды өз мойнына алды. Жаңыл апа бұрын келінін жақтырмай қарағанмен, Асылым еш өкпесін білдірмей, бар күш-жігерімен енесіне қамқор болды. Ол таң атпай енесінің көңілін сұрап, дәрі-дәрмегін уақытында беріп, тамағын әзірлеп, әрдайым қасынан табылды. Асылым баласын да күтіп, енесін де бағып, екі жаққа да үлгеріп жүрді. Енесі төсекте әлсіреп жатқанда, оның жанынан еш кетпей қолдау көрсетті. Бір күні Жаңыл апа түнде қатты қиналып жатқанда, Асылым оның қасында отырып, қолын ақырын ұстады. Сол сәтте енесі оның көздеріне қарап, өз жүрегіндегі ауыр сезімдерді ақырын мойындады. «Асылым, сенің маған көрсеткен қамқорлығың үшін алғыс айта алмай отырмын» деп Жаңыл апа әлсіз дауыспен сөз бастады. «Мен сені алғаш келін етіп алған күннен бері дұрыс қабылдамадым. Сені бағаламадым. Бірақ осы уақыт ішінде мен қателескенімді түсіндім. Сен өте мейірімді
мейірімді, төзімді адамсың. Асылым таң қалып енесінің сөздерін естіп көңілі толқып кетті. Ол мұндай сөздерді бұрын естімегендіктен не айтарын білмей жай ғана күлімсіреп жауап берді. Апа, сіз менің енемсіз, мен үшін бұл міндет. Сіздің денсаулығыңыз бәрінен маңызды. Бәріміз де сіздің жақсы болғаныңызды қалаймыз. Жаңыл апа көздеріне жас алып, келіннің қолынан ақырын қысты. Мен сені сынадым, бірақ сен маған барынша шыдамдылық таныттың. Мен енді сенің қандай асыл адам екеніңді түсіндім. Рахмет саған, қызым. Сен менің ғана емес, біздің әулеттің нағыз тірегі екенсің, деді енесі жүрек жарды сезіммен. Осы сөздерден кейін Асылымның жаны жылынып, енесімен арасындағы бұрын суықтықты біртіндеп жойыла бастады. Жаңыл апа күн өткен сайын келініне деген көзқарасын өзгертіп, енді оны шын жүрекпен бағалай бастады. Ол өз қателігін түсініп, Асылымның мейірімділігі мен төзімділігін мойындады. Енесінің арасындағы қарым-қатынас жақсарып, үйде бұрын-соңды болмаған тыныштық пен түсінік орнады.